тырналған тамыр, шайқалған көп қой шаңырақ. Қолданған қаның айғайлап кетті-ау жамырап. Қан жылап кетті зиялы жұртың мыңдаған. Ұрланған жаның шырылдап жатты қанырап. Төл құжатымыз тәуелсіз ел ғой сондағы. Қайрат пен ләззат тәуелсіздіктің қорғаны. Табанмен сезген желтоқсан желін суығын. Ел үшін олар жаурамады да тонбады. Қағаған қыстың аясын сізде ұғарсыз. Ызғарын емес самалын көрген шығарсыз. Қаншама батыр ұландарыңның арқасы. Бүгінгі күні желтоқсан желі ызғарсыз. Желтоқсан бірде ел тосқан түрде келетін мүлде жайдарлы. Сол жылы бірақ әдеттен жырақ көрінді шынық айбарлы. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, желтоқсан желі ызғарлы. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңды із қалды. Ал енді бауырларым, Ахмет Байтұрсын ағамыз бізге былай деген: қазағым, елім, қайқайып белің сынуға тұр таянып. Талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып. Қанған жоқ бәлі ұйқын, ұйықтайтын бар не сиқын. Ел үшін өлу, ел үшін бабалар аманаты, құрсын бейшаралық. Бодандық өмір құрсын, қосыл қатарға, білімді ойла, елдігіңді ойла, азаттығыңды ойла, келемге теліңді ойла. Ойлан бәлі. Желтоқсан бірде ел тосқан түрде келетін мүлде жайдарлы. Сол жылы бірақ әдеттен жырақ көрінді шынық айбарлы. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, желтоқсан желі ызғарлы. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңды із қалды. Ал енді бауырларым, Ахмет Байтұрсын ағамыз бізге былай деген: қазағым, елім, қайқайып белің сынуға тұр таянып. Талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып. Қанған жоқ бәлі ұйқын, ұйықтайтын бар не сиқын. Горько сознавать, что эти бесчинства совершали молодые люди. Мына сойқаныңнан кейін не істемексің? Мына бұлжырақты бәрі өлтіріп, бізде кінә жоқ. Сенің ана мәскеулік отандастарың біздің қанымызды тапқанды алмастап жүріп жатыр. Неге соны түсінбейсің? Темір арматурамен сапер күрекпен басымыз жарып, бәрімізді итке талатып, қанымызды судай шашты. Құтылғанымыз құтылды, құтылмағанымыз қалды. Тағы да қайталап айтайын. Қазақ пен қазақ қазақша сөйлесін. Сонда ғана өседі. Өзімізді жөндеп алмай, өзгеге үйреткеніміз қалай болады? Сонда ғана қазақ тілі барша қазақстандардың жаппай қолданыс тіліне айналады. Тілге деген көзқарас шындап келгенде, елге деген көзқарас екені даусыз. Сондықтан оған бейжай қарамаймыз.
қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, шын мәнінде мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілгенде, елімізді қазақ мемлекеті деп атайтын боламыз.